Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыз дыбысты өңдеу. Еске түсірейік. Дауыс әсерлері деген не? Бүгінгі сабақта үйренетініміз дыбыстық файлдарды өңдеу. Дыбысты қалай өңдейміз? Дыбысты өңдеп, оның қажет емес бөлігін кесуге, дыбысын көтеріп, немесе бәсеңдетіп өзгертуге болады. Дыбыстарды өңдеу үшін арнайы программаларды қолданамыз. Ол үшін жазылған дыбыстық файлды ашып, қию батырмасын басамыз. Пайда болған дөңгелекшелерді жылжытып, қажет бөлікті белгілеп, ОК батырмасын басамыз. Біле жүрейік. Дыбыстарды зерттейтін ғылым акустика деп аталады. Ол грек тілінен аударғанда есту деген мағынаны білдіреді. Енді балалар, дәптерімізді ашып, тапсырмалар орындаймыз. Ізден орында. Қию батырмасын дөңгелектеп көрсет. Ойланып орында. Сөйлемдерді толықтырып жаз. Сөзді тап. Бір түсті әріптерді пайдаланып, сөздерді тауып жаз. Анықта. Дұрыс жауабын тауып, сәйкестендір. Қажетті сөзді пайдаланып, сөйлемді толықтыр. Келесі тапсырма компьютермен жұмыс. Денсаулығыңды сақтау үшін қандай іс-әрекет жасайсың? Жауабыңды дауыс жазу программасында өз даусыңмен жаз. Жазылған дыбыстың бір бөлігін қиып алып, дыбыстық файлды сақта. Орында. Дыбыс жазуға тек қана компьютердің көмегі қажет пе? Дыбыс жазу үшін тағы қандай құрылғыны пайдаланар едің? Досыңмен талқыла. Осымен балалар, сабағымызды ауа райы арқылы қорытындылайық. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.